Қайырлы күн, достар. Егер де қамыр тамақ жасау керек болып, бірақ уақытыңыз жоқ болса, дәл осы лағманды жасауға кеңес беремін. Дәмі өте керемет шығатынына кепілдік беремін. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Су, тұз, бір жұмыртқа салып, ұн қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты болуы керек. Илеген қамырымыздың бетін жауып, еуі қанғанын күтеміз. Осы аралықта подливын дайындаймыз. Етімізді видеода көрсетілгендей жапырақ тәрізді етіп тураймыз. Шұңғыл ыдысқа салып маринадын жасаймыз. Ол үшін бізге соевый соус және тұз қосып араластырып қоямыз. Етіміз қатып мұз болып тұрса, әдемі туралады. Бізге пияз, сарымсақ, қырыққабат және перец керек болады. Перец менде әдейі қысқа замороженный етіп сақтағанмын, дәл осы лағман үшін. Пиязымызды видеода көрсетілгендей ірі-ірі етіп тураймыз. Сарымсағымызды жапырақтап тураймыз. Қырыққабатымызды видеода көрсетілгендей ірілеп тураймыз. Илеген қамырымызды екі зуалаға бөліп жаямыз. Қамырымыз жұқа болмауы керек, қалыңырақ болуы керек, видеодағыдай. Асыққан уақытта дайындалатын болғандықтан мен қамырды созған жоқпын қолмен, жай ғана лапша резкадан өткіздім. Қазір видеода толық көрсеткенмін қандай лапша резка екенін. Осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп, лапша резкадан өткізіп аламыз. Ірі бөлігінен өткіздім. Қамырымыз піскен уақытта домаланып, дәл қолмен созғандай болады. Қазанымызға су құйып, тұзымызды салып, қамырымызды пісіріп аламыз. Қамырымыз піскеннен кейін жарты пиалай май құямыз, сұйық май. Себебі қамырымыз бір-біріне жабыспауы керек. Видеода көрдіңіздер ме? Дәл қолмен созған қамырдай болған. Қазанымызға май құямыз. Оған етімізді салып, соевый соус қосып қуырамыз. Пиязымызды, перецімізді, капустамызды барлығын рет-ретімен қуырып отырамыз. Оның үстіне тағы да соевый соус, сарымсағымызды салып, ұзақ қуырмаймыз. 5-10 минуттай қуырып, оны бөлек ыдысқа салып аламыз. Жаңа қазанымызға май құйып, кішкене соевый соус құйып, аджика қойып, ашты болу үшін қамырымызды салып, қамырымызды қуырамыз. Яғни біз ашты, острый лағман жасап жатырмыз. Қамырымыз қуырылғаннан кейін үстіне подливтан қосып, тағы да кішкене қуырамыз да, тарелкаға салып, ұсына берулеріңізге болады. Жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!